Жұма баршамызға мұбарак болсын, берекелі болсын, қабыл болсын дегім келеді. Осы орайда жас бауырларыма бір кішігірім үндеу айтқым келіп отыр. Жұмаға келген кезде жақсылап киініп, максималды түрде әдепті, сыпайы болуға тырысайықшы. Мешітке келіп атқан үлкен кісілер бар, әкелеріміз бар, аталарымыз бар. Сол сіздерді көріп, жастарымыз осындай болып өзгеріп жатыр ма, осындай болып жатыр ма деп тамсанатындай бір кейіп танытайықшы. Максимально әдемі, таза киім, максимально әдеппен керемет сыпайылық көрсетсек, қандай кереметті. Ол кісілерде де бізге деген сенім, үміт пайда болады. Себебі ол кісілер кешегі атеистік заманды, совет үкіметінің дінсіз қоғамын көрді. Олар келіп, мешітке үйреніп, қадам басып жатқан кезде біз ол кісілерге кереметтей үлгі көрсетіп жүруіміз керек. Қадірменді жастар. Қандай коллаборация болады сол кезде. Жастар мен үлкендердің арасында бір-бірлеріне сыйластық, бір-бірлеріне деген қамқорлық сол кезде өседі.